Сәлем достар, менің есім Ләззат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында әсіп дайындадық. Ол үшін маған ет, яғни фарш, өкпе бауыр, жүрек, шала піскен сәбіз, пияз, сарымсақ, ішек және шала піскен күріш қажет. Барлығын блендерден езіп өткізіп алатын боламыз. Мен ішекті алдын ала жуып тазалап алдым. Достар, видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Менің каналымдағы жаңа рецепттер сіздерге көрініп тұрады. Өкпе бауыр жүректі мен алдын ала шала пісіріп алдым, және 1 стакан сорпасын алып дайындап қойдым. Сорпаның орнына су қоссаңыздар да болады. Бірақ мен одан сайын дәмді болу үшін сорпасын дайындап қойдым. Барлығы блендерден өтіп дайын болғаннан кейін тоз, бұрыш, дәмдеуіштерімізді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де біз ішектен жақсы өткізілу үшін баклажканың жоғарғы бөлігін кесіп дайындап қойдым. Енді біз дайындап алған ішегімізге барлық құрамын өткізіп, әсіп дайындайтын боламыз. Әсіпті тығыз қылмаңыздар, жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан да осылайша дайындап, жіппен барлығын байлап алдым. Енді инемен тесіп шығамын. Ең бірінші салқын суға саламыз. Одан соң 35-40 минуттай қайнататын боламыз. Осындай қазақтың көне тағамы әсіп өте дәмді болып келеді. Мінекей достар, біздің буы бұрқыраған әсіптеріміз дайын болды. Ысылай да жей берсеңіздер болады. Салқындатып жесеңіздер де өте дәмді. Ас болсын достар.